қалайсыз, Зарина? Шүкір, жақсы. Сіздің де бір керемет көңіл, көтеріңкі көңілге байқамадым сізден де. Я, мүмкін әлі де бір шешім шығармағандықтан осындай болып тұрған шығар. Әлі де ойланып жүрсіз ба? Мен ойлап едім, кеше сөйлесіп, бәлкім эфирден кейін бір шешімге келді ме деп. Тәуіржанның өзімен сөйлесерміз бәлкім. Енді айтқан сөздерінен ой жақсы ма деп ойлап қалдым. Үйге барып мамамды қоймайды. Ойбай жақсы бала ғой, қойшы нең бар, бәрі мақтап жатыр. Біздің алыс туысқандарымыздың танысы екен. Ол кісілер хабарласып, жоқ, Тәуіржан жақсы жігіт, күшті семьяның баласы деп қоймайды да мама. Еще сол тамақтанатын жерден андай табиғи андай бар ғой, натуральный соктар, тәтті десерттер салып беріп жүреді да Тәуіржан. Мамаңа, бауырыңа, мынаған деп бәрін есептеп үйдегі адамдардың. Содан ойланып қалдым, бұл кісі енді андай қатемен бүйтіп жұмыс жасағанша лучше қуантуға тырысып айтады ғой, жуып шайып тастағысы келіп жатқан шығар деп. Солай жақсысынан қабылдадым енді. Мен айтарым сол, егер ондай нәрселер тағы да болып жатса, мен көңіліме кішкене күмән түсіп қалатын болса, мен дәл солай тура уақытында тоқтата салам. Себебі мен үлкен сезім болмай тұрып, әлі бір қатты ұнатушылыққа кетпей тұрған кезде кесіп алып айтқанды жақсы көремін солай өзім. Баласахан? Енді және де Тәуіржан, біз сізді естуіміз керек сияқты. Негізі Зарина бір ауыз айтты. Жалпы ер азамат өзі түсініп, өзі айтылу керек қой, өзінің тарапынан деді. Және де сізде енді көңілі маңызды ғой. Шөптің басы қимылдамайды. Бұл жақта жел тұрмақ, шөптің басы қимылдамақ тұр, неқта қазір орып өртеп жатыр да. Қазір какой-то әдемі бір келемат келе жатқан бір таныстықты қазір бір құртып қазір мәссің ба деген келеді. Айгүл андай ғой, женский солидарностьтың ж деген сөзді де саған айту бар ғой, керек емес. Бетің до того қалынсында ұят па деп бір ұят ұяласың ба деп айту даже саған қателік, знаешь. Просто адамсың да ше. Сенің ар-намысың до того шындай тряпка болып тұр да саған қазір мына жақта. Сен сияқты қыздар мен сөйлеп жатырмын. Сен сияқты қыздар қазір Тәуіржанда ше көптің бірі болып қаласың қазір. Қыздар, болды, рахмет, не болды? Кеше ғана ескерту жасалды ғой Жасминге. Сабақ болған жоқ па содан? Айгүл, сізге де ескерту. Мариям, сізге де. Айгүл, Мариям, шығыңыздаршы. Баласахан, мен ештеңе деген жоқпын ғой. Болды. Шығыңыздаршы тез. Қай сөз айтқандарыңызды қайталап айтқым келіп тұрған жоқ. Қаншама рет айттым сіздерге. Осыдан кейін ешқандай да талқыға салынбай. Шынымен де жоқ, біз күресеміз деген нәрсе болса, біз қазір жалғастырып отыратын едік. Біз екеуміз де түсіндік, бір-біріміздің адамымыз емес екенін. Ол тараптан да мен ештеңе сезіп жүрген жоқпын, менің тарапымнан да ештеңе жоқ. 100% сенімдімін, және алдында да уәде бердік. Мен уәде бердім, ештеңе болмайтынына. Иә, Баласахан, айта кетсем бола ма? Мен де уәде бере аламын. Болашақта енді Заринаны, конечно, адам ретінде былай жақсы көремін, сыйлаймын адам ретінде. Бірақ та енді жаңағы шынымен де сөзінің жаны бар. Мен просто өзімді алданып қалған сияқты сезіндім да енді жаңағыдай типа сен маған сезінбеген сезіндірдің деп енді біз жақсы қоштастық қой, жақсы нотада бір-бірімізді сыйлап солай жақсы көріп қоштастық. Дегенмен мен бар бақытты тілеймін. Просто қалай айтсам болады, маған кішкене обидно болып қалды да. Просто менмен сонда өтірік болды ма не бәрі деген сияқты. Маған айтты да, сияқты ешкім көңіл бөлген жоқ. Бірақ қазір естіп отқан әңгіме мүлде басқа да, взаимность мүлде болған жоқ дейді да. Бірақ ол кезде мүлде әңгіме басқаша болатын. Жоқ, енді менің бөлгенім бұл адамға аз болды ғой. Баласаханым, мен естеріңізде болса, Сәттәулет сол кезде бір мен Турциядан келген кезде Турцияға кетпей тұрып таныстыққа ұсыныс тастады ғой. Сол кезде менде бір жақсы ниет болды ше. Ай, осы адаммен жақсы болып қалады ау. Барынша ашылайыншы, барынша өзімді қыз ретінде көрсетейін. Короче, тағы да. Жандос ортада. Сыйлықтармен. Баласаханым, енді осы уақытқа дейін Тәуіржан сыйлықтармен қуантып жатыр ғой. Енді ол берген заттардай бере алмасам да. Ондай емес екен ғой. Тағы да андай бір не қалма деген ғой тағы. Какой-то бір хатпен сондай бір нәрсе. Белгісіз жаннан деген сияқты. Сондай бір нәрсе күткен ғой. Ондай емес екен. Сол мен танитын Тәуіржан үйінде мамасы бар, інісі бар. Інісіне осындай бокс кеше мама екеуміз жасап, ішіне керек нәрселер толтырды. Сосын Тәуіржан өзі енді парфюм жақсы көреміз деді ғой. Тәуіржанға парфюм және анасына Турцияға 2 адамға жолдама. Мама саяхаттаған жақсы көреді. Тәуіржан да жіберіп тұрады. И парфюм мамаңызға тоже, и қолына жүзік бриллиант сақина бердік. Ол размерін өзі кішігірім бір құдалыққа ұқсап тұрмай. Құдалыққа ұқсап тұрмай, сіздер не әкелдіңіздер? Біз осына келдік деп. Енді сіз берген сияқты бере алмаймыз, енді біздікі қарапайым кішігірім болып тұр. Жүзікті егер размері келмей жатса, ауыстырып алуға болады. Өзім таға саламын, уайымдамасаңшы. Рахмет.
Зарина жарайсыз. Көңілін тауып, бүкіл отбасымен сыйлық беріпсіз. иә біз неге де солай ойлап жүреді да мамаңа братишкаңа деген сияқты сол үшін. қайнай санта болып отыр ма не болып отыр өзі Солай сияқты. Бір-бірлеріңізге тек да барлығын. Әрине, осындай бір қуаныш, жақсы әңгіме, сыйлық жүрген жақсы ғой арада. Енді таныстық сұрайын. Сол мен жаңағы талаптарды айттым, нақтысы сол, жаңа қыздармен қылтың-сылтық видеолар, әңгімелер болмаса, бір шектеп қойғым келмейді. Мен де тарапыма, егер сіздің запреттарыңыз болса айтыңыз, мынандай керек емес деген сияқты. достар бүгін мен Зарикоштан өзіміздің Лахметтен подарка алдым мына Турцияға жолдама дейді ғой короче мамаға мына жерде бриллиант бір нәрсе в общем распаковка сұрап тұр ғой мынау асықпай бүйтіп шай ішіп отырып көретін болып тұр мына жерде не бар екенін в общем көретін боламыз а еще ертеңге бір жақсы жаңалығым бар ертең бұйырса бүгін қазір бір нәрсе түсіріп үлгерсек ертең менің екінші каверім шығады қалай атымды қалдым аты қандай күзгі қайың көктемге де жету ғой біздің уайым болды короче ал кеттік ариведерчи мынау походу Турцияға жолдама и сондай бір нәрсе ау деймін иә содан бастай берейік енді ақыры осыдан бастап жатыр екенбіз онда көр жейік мынау негізі походу маманың подаркасы менікі емес ау мынау happy birthday to жоқ бұл туған күніңмен ғой иә Dingle Bands қой короче печенье анау мынау сосын носки термос кайф так мед әдем холодильникке жабыстыратын нәрсе всегда осындайларды аламын бірақ жабыстырмаппын бүгін бірінші жабыстырып көремін ой деймін мынау андай елканың астында жататын шишка подарок ал енді ары қарай қоямыз в общем даймонд деп тұр екен бриллиант кішкентай рахмет кәдімгі пробасымен тұр ғой короче ауыр екен мынау енді маманікі сертификат екен типа то что типа оригинал деген сияқты менің сыйлықтарыма келдік ау мынау парфюм енді көп адамдар менің парфюмімді сұрайды менікі көрсете салайын менікі міне амуаж деген парфюм интервуд деп аталады примерно $1000 тұрады мынаның иісі өте стойкий прицепсең короче дома оқып бұл реклама емес по идее мынандай парфюм көріп жатырмыз прикольный екен әдемі тоже парфюм мына иісі енді таныс екен бір женский парфюм бля мен мынанысын білемін мен иісті бар ғой мен иісті білемін в общем осы распаковка барлықтарыңызға рахмет ариведерчи сестрам бар деп айтып мен подругам тұрмысқа шығып бақытты болғанмын алып кете алмадым келіп қалам деп қоймай отыр уже бақыттысың ба нормально что наконец-то дождались ктосын ой менің жеңгем енді официально ура күшті жарайсыздар прям гүл саған рахмет